2023 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексін іске асыру шеңберінде халыққа әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жаңғырту басталды. Оның басты мақсаты мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігін арттыру. Для получения услуг. Қызметті алу үшін өтініш беруші электрондық цифрлық қолтаңба арқылы электрондық үкімет порталына жүгіне алады немесе жұмыспен қамту бөліміне келеді. Өзімен бірге жеке куәлігі мен мүмкіндігі шектеулі жанның жеке басын куәландыратын құжаттарын әкеледі. Егер ақпарат мемлекеттік қызмет көрсетуге сәйкес келсе, өтініш берушіге SMS хабарлама арқылы мобильді азаматтардың деректер базасында тіркелген телефон нөміріне таңдалған нысанның немесе санаторийдің өнім берушісін таңдау қажеттілігі туралы хабарлама жіберіледі. Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж адамдарға арнаулы тауарлар мен қызметтерді қызмет көрсету ұйымдарын таңдау мүмкіндігі беріледі. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі баланың заңды өкілі жергілікті атқарушы органдардың кепілдік берілген соманың 70% мөлшерінде санаторлық курорттық ұйымда ем алған құнын өндіріп алуға құқығы бар. Ал жұмыс берушінің кінәсінен алынған өндірістік жарақаттан мүгедек болған адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыс берушінің қаражаты есебінен протездік ортопедиялық арнайы тасымалдау құралдары санаторлық курорттық емделумен қамтамасыз етіледі. Барлық сұрақтар бойынша Энергетиктер көшесі 62 мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған сектор 105 кабинетке жүгіне аласыздар.